Мына менің видеодағыдай қиындылардан өсірген, жапырақтан өсірген замиокулькас гүлім. Міне мынадай кішкене бөліктері тұр. Міне мынау маточный дейді, яғни ең негізгі замиокулькас. Саламатсыздар ма? Бүгін міне мынадай магазиннен сатып алған, өліп қалған замиокулькас гүлін қайтадан өмір сыйлаймыз бұларға. Яғни бұл өзінің екінші өмірін жалғастыратын болады. Ол үшін бізге мынадай агроперлит керек. Агроперлит керек және су керек. Ол үшін біз мына гүлді аламыз және мынадай бөліктерге бөліп қиямыз. Қазір алып тастаймын. Мешать етпес үшін. Мынадай бөліктерге бөліп қиямыз. Мынандай картошка мынадайда. Мына картошканы біз қалдыруымызға болады. Себебі мынау іске асады. Шіремеген, ешқандай, ешері білінбеген. Сондықтан мына картопты біз қалдырамыз. Тек мына жерден аламын да, мен қиып тастаймын. Сырға тастаймын, мынаны мен егем. Сол сияқты мына картошканы қараймыз ме? Шіреген, бірақ сонда да мен бұны егемін. Себебі бұл ары қарай өмір сүруі мүмкін. Яғни тіпті мынадай сабақты да егіп қойсаң, мынау да тамырлайды. Тастамауға болады себебі. Жапырақтан да тамырлатуға болады. Мынада да өмір бар. Мейлі мынау шіріп кете берсін, бірақ оны егеміз. Тамырларын алып тастауға болады, қажет емес. Жаңадан тамыр шығады. Міне мыналар осындай кішкене жапырақтан шыққан мынадай картошкілер пайда болады. Яғни міне мына осы картошкадан жарып шыққан кішкене гүл. Бұйырса бұл да ұлғайып, үлкейіп, мынадай кішкентай картошкілер пайда болады. Енді мен мына картошкілерді аламын да бір неге отырғызамын. Бұйырса бұлардан да үлкен әдемі гүлдер шығатын болады.